Саламатсыздармы? Бұл менің екінші сабағым болып табылады. Бүгін біз айнымалармен жұмыс жасаймыз. Яғни айнымалы беру арқылы шеңбердің ұзындығы мен ауданын табамыз. Borland CPU Builder бағдарламасын ашайық. Өзімізге мәлім, C++ тілінде нақты сандармен жұмыс істейтін тип int типі және бүтін сандарға жауап беретін float типі бар. Алдымен программаны бастамастан бұрын кітапханалық файлдарымызды енгізейік. Енді код терезесіне айнымалыларды берейік. Int типіне шеңбердің радиусын, ал float типіне шешілетін мән, яғни шеңбердің ұзындығы мен ауданын берейік. Ал енді біз экран бетіне шеңбердің радиусын енгіз деген мәлімет шығаруымыз керек. Ол үшін printf функциясын қолданамыз. Бұл жерде процентті R айнымалысын форматты түрлендіріп алады. Меншіктеп ат тезекте болады. N белгісі ол слэш символын қою арқылы келесі сөздерді астыңғы қатарға қойып жазады. Ал мынау N белгісі, яғни амперсанд, осы айнымалыға жадыда орын бөледі. Астына керекті формуламызды жазайық. Кітаптарға сүйенсек, шеңбердің ұзындығы ол стандартты пи шамасының, яғни 3,14 шеңбер радиусына көбейтіндісінің 2 еселенгені. Енді бәрі түсінікті. Ал шеңбердің ауданының формуласы шеңбер радиусының квадратының пи шамасына көбейтіндісі, яғни енді шешімді экранға шығару үшін printf функциясын қолданайық. Енді сұрақ. Біз бұл жерде не үшін %f-ті қолдандық? %f-ті қолдану себебіміз меншіктеліп тұрған айнымалы float типі болғандықтан, оны 0,1 шамасымен шығарады. Ал енді тексерейік. Ойдан бір мән беріп, жауабын шығарайық. Мысалы 5. Не үшін қате болды екен? Слэш n-ді қоймау керек екен ғой. Басынан тексерейік. Міне. Радиус 5 болған кезде ұзындық 31,4-ке тең, ауданы 78,5-ке тең. Міне осымен бітті. Келесі кездескенше.